Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбай қызы. Бүгін 24 қараша 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы күрделі форстарды дайындау және оларды біріктіру. Сабақтың мақсаты күрделі форстарды түсіндіру, күрделі форстарды дайындауды үйрету, күрделі форстарды біріктіріп үйрету. Құрылымына және бекіту әдісіне қарай құрама форстардың 9 түрі кездеседі. Бірінші, өзіндік. Блоктың алғашқы және соңғы парақтары мұқабаға жай жапсырылады. Ол қалыңдығы 20 мм-ге дейінгі жұқа кітаптарда қолданылады. Екінші, жамылғы форзац, яғни накидной форзац. Бір дәптерден тұратын блок үшін өзіндік форзацпен бірдей. Үшінші, желімденген форзац. 4 беттік дәптер. Бірінші дәптердің бірінші бетіне желім жолағымен жапсырылады. Ол қалыңдығы 30 мм-ден аспайтын жіппен, терможіптермен немесе КБС-пен тігілген кітаптар үшін қолданылады. Төртінші түрі қағаз жолағымен желімденген, желімденгенге ұқсас, бірақ беріктік қасиет беру үшін қағаз жолағы жапсырылатын форзац. Қалыңдығы 30 мм-ден аспайтын оқулықтар мен беріктігі аз қағазға басылған кітаптарда пайдаланылады. Бесінші, матаның жолағымен жапсырылған форзац. Ол алдыңғы сияқты, бірақ қағаздың орнына мата жолағы қолданылады. Мұндай түптеу қағазымен белсенді қолданылатын кітаптарда басып шығарған жөн. Келесі түрі стержендегі форзац. Стерженнің рөлін ені шамамен 10 мм болатын мата немесе қағаз жолағы атқарады. Ашылған кезде мұндай парақ титул парағын тартпайды, белсенді қолданыстағы кітаптарға қолайлы. Келесі түрі тігілген. Тура желімденетін қарапайым форзац сияқты жасалынады, бірақ 4 беттік дәптердің ені бүкіл блоктың енінен 5-6 мм артық болуы керек. Форзац бірінші және соңғы дәптердің сыртынан бүгіліп, дәптермен бірге тігіліп кетеді. Маталы фальшигімен тігілген. Тігілген форзацқа ұқсас, бірақ қағаз жолағының орнына мықтылық үшін мата жолағы қолданылады. Көлемді басылымдар үшін қолданылады. Жапсырма. 4 қағаз парағынан және фальшиктен тұратын форзац. Екі жағы қысқа, бір жағы ұзын. Алдымен қысқа жақтары фальшикке жапсырылады. Содан кейін олардың біреуі толығымен ұзын параққа жапсырылып, ол дәптердің немесе блоктың түбінде бүктеліп, қарама-қарсы түптік алаңға жапсырылады. Сыйлыққа арналған кітаптарды басып шығаруда осындай форзацтарды пайдаланады. Жапсырма, выклейный. 4 қағаз парағынан және фальшиктен тұратын форзац. Екі жағы қысқа, бір жағы ұзын. Алдымен қысқа жақтары фальшикке жапсырылады. Содан кейін олардың біреуі толығымен ұзын параққа жапсырылады. Ол дәптердің немесе блоктың түбінде бүктеліп, қарама-қарсы түптік алаңға жапсырылады. Қағаз парақтарының өлшемдері бойынша ерекшеленеді. Дәптерге жапсырылған дайындаманың ені басылым енінен 5 мм артық болуы керек, ал биіктігі басылымның биіктігіне тең. Мұқабаның жанына орналасатын дайындаманың форматы басылымның форматына сәйкес келуі керек. Желімделген қағаздың жекелеген бөліктерін жалғайтын мата қаптарының ені 18-20 мм және биіктігі блоктың биіктігіне тең. Желіммен жабылатын қағаз келесі жолмен желімденеді. Біріншіден, ені үлкен парақ бірінші дәптерге желімденеді.
Ал басылым форматына тең парақ мата фальчигімен желімденген кең дайындамаға қосылады. Маталы фальчик екі дайындамаға да кіріп тұруы керек. Содан кейін түп қағаздың ішкі жағын арнайы қағазбен жабыстырамыз. Мұндай форзацтар көбінесе әртүрлі ақтық өнімдерді, жазба кітапшаларын, альбомдарды және тағы басқа өнімдерді жасауда қолданылады. Суретте көрсетіліп тұрған бірінші бізде дәптер, екінші форзацтың үлкен жағы, үшінші форзацтың қысқа жағы, төртінші маталы фальчик, бесінші жапсырма. Тігілген толық қағазды форзац. Тігілген форзацтар тобына тігілген толық қағаздан жасалған форзац немесе маталы фальчигі бар тігілген құрама форзац жатады. Тігілген форзацтардың желімденген форзацтардан айырмашылығы, олар тігу кезінде блоктың бірінші және соңғы дәптерлеріне тігіліп бекітіледі. Сондықтан бүктелген тігілетін форзацтар басылымның енінен 5-6 мм үлкенірек болуы керек. Сонда форзацтардың бүгілімін артқа бүктеп, дәптердің үстіне тастауға болады. Тігілген толық қағазды форзац бір бүктелген қағаз дайындамасынан тұрады. Тігілгеннен кейін соңғы қағаздың бүктелген жағын екінші дәптердің түптік алаңына жабыстырады. Қағаз дайындамасының ені блоктың енінен 2 есе артық, 10-12 мм артық болуы керек. Ал биіктігі басылымның биіктігіне тең болуы керек. Мұндай форзацтар негізінен аз көлемді өнімдерде сирек қолданылады. Суретте бізде бірінші немесе соңғы дәптер көрсетіліп тұр. Екінші немесе алдыңғы соңғы дәптердің алдындағы дәптер. Үшінші бізде форзац. Тігілген құрама форзац. Тігілген құрама форзац тігілген толық қағазды форзацтан әлде қайда берік және 640 беттен артық басылымдарға қолданылады. Ол маталы фальчикпен байланысқан екі қағаз жақтарынан тұрады. Қағаз дайындамалары келесі өлшемдерге ие болуы керек. Екі жақтың биіктігі кесілмеген блоктың биіктігіне тең. Олардың біреуінің ені үлкен, ал екіншісінің ені блоктың енінен аз. Дәптерге жапсарлас қағаз жақтарының ені кесілмеген блоктың енінен 5-6 см үлкен. Ал түптеу қабымен іргелес қағаз жақтарының ені 5-6 мм кем болуы керек. Маталы фальчигі бар тігілген құрама форзац дайындаманың биіктігі кесілмеген блоктың биіктігіне тең, ал ені басылымның форматына байланысты 15-20 мм. Жекеленген парақтар келесідей жалғанады. Үлкен және кіші жақтарын 5 мм роспускпен желімдейді. Содан кейін бір форзацқа арналған дайындамаларды алып, оларды желіммен қапталмаған жағына екшелейді. Нәтижесінде қағаздың желімденген жақтары арасында 10-12 мм роспуск пайда болады. Үстіне маталы фальчикті төмен қаратып қояды. Оны тегістейді. Содан кейін түптік бөлігі кең қағаз дайындаманың жағына 5-6 мм бүктеледі. Маталы фальчигі бар тігілген құрама форзацтың артықшылығы, ол кітаптың бірінші бетін тартпайды және басылымның титулдық бетінің түптік алаңын кішірейтпейді. Сонымен қатар, маталы фальчик блокты байланыстыруға едәуір күш береді. Суретте көрсетіліп тұрған бізде бірінші дәптер, екінші дәптер, үшінші көрсетіліп тұрған форзацтың кең жағы,
Төртінші, форзацтың қысқа жағы. Бесінші, маталы фальчик. Жамылғы форзац, яғни накидной форзац. Бірінің ішіне бірі кигізіліп жинақталған шағын көлемді кітап басылымдарында қолданылады. Жамылғы форзац кәдімгі желімденетін форзац сияқты дайындалады, бірақ желімденбейді. Тігілу кезінде блокқа бірге тігіліп кетеді. Қосарлы жамылғы форзац осындай екі форзацтан тұрады. Параллельді бүктелетін қағаз дайындамасы кесуге дейінгі басылымның биіктігіне тең және басылымның енінен 4 есе үлкен болуы керек. Перпендикуляр бүктеуге арналған қағаз дайындамасы басылымның биіктігінен 2 есе жоғары және енінен 2 есе болуы керек. Кейбір жағдайларда беріктігін арттыру үшін түбін қағаз жоғалағымен окантовкалайды. Суретте көрсетіліп тұрған О дегеніміз дәптер, А бірінші форзац, Б екінші форзац. Бұл жерде қосарлы форзац көрсетіліп тұр. С мен көрсетіліп тұрған бізде окантовкаланған қағаз жолағы. Тігілген форзац. Тігілген форзац маталы фальчигі бар құрама форзац. Ол блокқа тәуелсіз дәптер ретінде тігіледі. Бұл форзацтар жасалуының қиындығы мен күрделілігіне және блоктарды тек қолмен тігу қажеттілігіне байланысты қазіргі уақытта қолданылмайды. Форзацтың екі жағы қосымша қағаз дайындамаларымен желімделеді. Маталы фальчик бойымен бүктелген қағаздың өлшемдері кесілген блок форматының ені мен биіктігіне сәйкес келуі керек. Жұмысты бастамас бұрын алдымен жұмыс орнымызды даярлап аламыз. Яғни артық заттарды алып тастап, желім жағылып кетпес үшін стөл үстіне қажетті төсеніш материал төсеп аламыз. Форзацқа желімді жағу үшін екі форзацты қатар қойып, арасына 5 мм-ден 30 түп қалдырып қоямыз. Үстінен қажет емес материалды алып, немесе қағаз парағын алып, желім жағамыз. Желіміміз біркелкі жағылу керек. Жұмыс жасау кезінде өте ұқыпты жасауымыз тиіс. Осылай желімді жағып аламыз. Керек емес қағазымызды алып тастап, дәптердің бірінші бетіне, дәптердің түбінен 1-2 мм 30 түп қалдырып, форзацымызды желімдейміз. Бірінші форзацымыз желімденді. Жапсырма форзац, яғни выклейной. Жапсырма форзац 4 қағаз парағынан және фальчиктен тұрады. Екі жағы қысқа, екі жағы ұзын және фальчигі бар. Дәптерге жабыстырылатын дайындаманың ені басылым енінен 5 мм артық болу керек. Ал биіктігі басылымның биіктігіне тең. Мұқаба жағына орналасатын дайындаманың форматы басылымның форматына сәйкес келу керек. Енді даярлау әдісін көрсетейік. Алдымен форзацтың қысқа жақтары фальчикке жабыстырылады. Фальчикке желім жағып, екі форзац жақтарын фальчикке желімдеп аламыз. Не істейін? Қостың ба? Айта берейін ба? Дайындау әдісінен бастап айта бер. Қалай еді өзі? Қой дейді.
тұр. Басынан бастап айта беремін ғой, дайындық әдісін. Алдымен қысқа жақтары фальчикке жабыстырылады. Фальчигімізге желім жағып, оған екі қысқа жақтарын желімдейміз. Фальчигімізді форзацтарымызға екі жақтауына желімдеп алдық. Одан кейін олардың біреуі, яғни бір жағы форзацымыздың толығымен ұзын параққа жабыстырылады. Тағы да желім жағып, толық желімдейміз. Бұл ұзын парағымыз дәптердің немесе блоктың түбінде бүктеліп, қарама-қарсы түптік алаңға жабыстырылады. Түсінікті болу үшін алдын ала бүгілім ізін жүргізіп алдық. Мінекей. Түбі бүктелген болып келеді ұзын парағымыздан. Мінекей. Бірінші дәптерімізге форзацымыз желімденді. Ашып қарап көрейік. Мінекей. Бұл форзацтар қарапайым желімденетін форзацтарға ұқсас. Бір бүгілімді қарапайым желімденетін форзац. Түптік алаңы 5-6 мм шамасында бүктеледі. Қосымша бүктеліп, бірінші дәптерге қаптап кигізіледі. Яғни бірінші дәптердің сыртын қаптап тұрады. Сондықтан бүктелген тігілетін форзацтар басылымның енінен 5-6 мм үлкенірек болуы керек. Сонда форзацтардың бүгілімін артқа бүктеп, дәптердің үстіне қоюға болады. Тігілген форзацтар тобына тігілген толық қағаздан жасалған форзац және маталы фальчигі бар тігілген құрама форзац жатады. Олардың айырмашылығы тігу кезінде блоктың бірінші және соңғы дәптерлеріне тігіліп бекітіледі. Кигізіліп бекітілген форзац. Мұндай форзацтар бірінің ішіне бірін кигізіп жинақталған шағын көлемді кітап басылымдарында қолданылады. Кигізілген форзац кәдімгі желімденетін форзац сияқты дайындалады, бірақ желімденбейді. Тігілу кезінде блокқа бірге тігіліп кетеді. Қосарлы жамылғы форзацта осындай екі форзацтан тұрады. Кейбір жағдайларда беріктігін арттыру үшін түбін қағаз жолағымен окантовкалайды. Үйге тапсырма. Дәріс жазу, күрделі форзацтарды қолмен даярлап, бейне материал түсіру.